Кезіп, далада түнеп жүрген 14 жастағы жеткіншектің жағдайы жұрттың жағасын ұстатты. Қаңғыбасқа айналған баланы тұрғындар түсіріп дабыл қаққан. Белгілі болғандай, ішімдікке салынған анасы ұлына тамақ бермей, аш-жалаңаш үйден қуып шығады екен. Тіпті араққа ақша табуға мәжбүрлеп, күн көрсетпейді дейді көршілері. Тағдыр тәлкегіне түскен баланың 3 жасар қарындасы да қараусыз қалған. Қазір ұл қыздар қайда? Бауыр еті балаларына жаны ашымаған әйел ата-ана құқығынан айырылама? Әріптесім Жұлдыз Тілеухан біліп келді. 14 жастағы Кириллдің далада түнеп жүргенін көршілер талай мәрте көріпті. Тұрғындардың айтуынша анасы 2 күннің бірінде ұлын ішімдікке ақша тауып кел деп жұмсайды екен. Ал талапты орындамаса үйге кіргізбей қаңғытып жіберетін кездері көп болған дейді. Жұмыс істемейді, ішеді. Балаға қарамайды. Көбіне далада жүретін сияқты қаңғып. Базарда, анда. Ата-ана арақ ішкесі не болады? Қызық болмайды оның бәрі. Мектепке бармайды мысалы. Арақтан көзін ашпайды. Ашқұрсақ көше кезіп жүретін баланың 3 жасар қарындасы бар. Қаршадай қыз ішімдікке салынған анасы мен нағашы ағасының жанжалына күнде куә болып, әбден шошып қалған дейді тұрғындар. Мамасы дегеннен жатыр ғой, инсульт алды. Білмеймін, мен жұмыс жасамайды. Енді мен ұрып, синяк болып жүргенін көрген жоқпын. Мүмкіндігі жоқ о қыздың. Подружкалары келіп көмектесіп, тамағын әкеліп беріп жүрді негізі. Просто басында алып кеткенде баланы кейін қарай бермеу керек еді. Балаларға жаны ашыған жұрт талай мәрте полицияға жүгініпті. Тәртіп сақшылары соңғы шақыртуға келгенде Кириллді бейімдеу орталығына, кішкентай бүлдіршінді сәбилер үйіне орналастырған.